Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен көрінісінің өзі ерекше әдемі пончики пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Басқа да видеоларды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Нағыз классикалық пончиктердің қамырын ашытып істейді. Дайындайтын уақыты ұзақ болғанымен қиын емес. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнары сөзсіз. Әсіресе балаларыңыз сүйсініп жеп қояды. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін сүтімді жылытып алдым. Жұмыртқасын саламын. Сұйық май құямын. Ашытқынды салып, араластырамын. Қантын жайлап салып отырып, араластырамыз. Ұнымды саламын. Вилкамен осылай араластырып, қамыр илейміз. Вилкамды алып тастаймын. Енді қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Жан-жағын араластырып, осылай. Өте қатты басып илемеңіздер. Пончиктарыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Енді қамырымыз көтерілгенше бетін жауып, жылы жерге 1 сағат, 1,5 сағатқа қалдырамыз. Қамырым 1 сағаттан аса тұрды. Жақсы көтерілген. Жұмсақ болып тұр. Екіге бөліп аламын. Ортасынан көрініп тұр. Қамырдың жақсы көтерілгені. Осылай айналдырып дөңгелектеп шығамыз. Енді ұнын сеуіп, қамырын жайып аламыз. Қамырымның қалыңдығын 1 сантиметрдей етіп жайып аламыз. Қамырын жайып алдым, енді кесемен кесіп аламын. Немесе пончиктерге арналған формалар болса, сонымен де кессеңіздер болады.
Міне пончиктарымды кесіп алдым. Енді ортасын ойып алу үшін осындай кремге арналған насадкамен ортасын тесіп жатырмын. Сіздерде болмаса баклажкамен де кесіп алуға, немесе крышкамен де осылай ортасын кесіп алуға болады. Артылған қамырымызды орап қоямын, қайтадан істетіп жібереміз. Міне барлығын кесіп алдым, бетін жауып жарты сағатқа қалдырамыз. Бірінші майымызды қыздырып аламыз. Майымыз қызғаннан кейін барып жайлап пончиктарымызды саламыз. Ақырын абайлап салыңыздар. Пончигіміздің қызарғанын айналдырып көреміз. Қып-қызыл болып осылай қызарса, екінші жағын аударып пісіреміз. Міне пончиктеріміз дайын. Бөлек ыдысқа аламыз. Басқаларын да осылай пісіреміз. Екінші жағын айналдырамыз. Мінеге қып-қызыл болып пісіп шығады. Осылай ісіп, пышный болып. Пончиктарым дайын болды. Енді бетіне глазур жасаймыз. Ол үшін қара және ақ шоколадты пайдаландым. Сахарный пудра сепсеңіздер де болады. Мен шоколадтарымды водяной ваннада ерітіп алдым. Еріген шоколадқа пончиктарымды батырып алдым. Енді бетіне осындай посыпкалар себемін. Ақ шоколадыма көк және қызыл краситель қостым. Бұл краситель тағамға арналған. Міне осы глазурларға пончиктарымды батырып аламын. Бетін посыпкалармен әрлеймін. Пончиктарымды дайындап алдым. Бір-біріне жақын қоймаңыздар. Кремдері жағылып кетуі мүмкін. Міне осылай кептіріп аламыз. Пончиктерімді салқын жерде тұрып, кремдерін кептіріп алдым. Неке қараңыздаршы қалай күшті шыққан. Ортасын бөліп көрсетемін. Нанының өзі жұмсақ. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Тағы да басқа видеоларымды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Эльмира. Келесі видеоларда кездескенше. Астарыңыз дәмді болсын.